12 жасқа толған жасөспірімдерге көрсетуге рұқсат берілген фильм. Айтып ғой, немістер бізді жібереді деп. Апама? Көлекеге? Ал не, жеребе тартамыз ба? Бұл әділдік. Ұзын. Менікі де ұзын. Ұзын. Міне сатқақ. At. At. Бітірдіңіз бе, Зайдлиц? Я штандартенфюрер мырза. Жолдас полковник, капитан Қайсенов бүйрегіңіз бойынша келіп тұр. Қашан келдіңіз? Бұл НКВД 4-ші басқармасының майоры Лобанов. Ол хабардар. Бүгін түнде. Шығын бар ма? Шығын бар. Қаншасы қалды? 8. Барлаушылар ротасынан 8 адам. Солай де, капитан. Бұлай Қасым, бер таман кел. Міне мынау 3-ші, 4-ші неміс танк әскері. Міне олар осында көлік тұрабын жасаған. Сол үшін бүкіл ауданды тазалады. Бір дизайн қалмады. Ал міне мұнда айлақта немістер жанармай қоймасын салды. Ал бұл жұмыс істеген кезде осының бәрі еділге қарай жылжиды. Сіз мені тексеруге келдіңіз бе, генерал мырза? Сізді ғана емес. Менің қағидамды білесіз ғой. Бақылау, бақылау, және тағы да бақылау. Сізді көргеніме қуаныштымын, генерал мырза. Бомбалау керек. Көрдік, тұрыстық. Олардың мұнда 2 әуежай бар. Әрқайсында 50 месірден. Сосын зеңбіректі қаптатып қойыпты. Біз ұшамыз деп 6 ұшағымыздан айырылдық. Сөйтіп басымыз тасқа соғылғандай болды. Қасым түк шықпады. Біздің шығыста жауды ештеңемен жеңе алмасаң, оның киіз үйіне жылан жібер дейді. Міне, дұрыс айтылған сөз.
Біздің азық-түлік қоймамыз сонда, генерал мырза. Ал мұнда жанармай қоймасы. Бұл стратегиялық маңызды нысан. Сіздің міндетіңіз оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Айнала толған партизан. Бір жақсысы, әзірше бәрі тыныш, генерал мырза. Штандартын фюрер Хауп мырзаның арқасында партизандар түгел жойылды. Бір өкініштісі, мұнда партизандарға қарағанда масаны жеңу қиынырақ. Бұл ауданға штандартен фюрер Хауп жауап береді. Қарсы барлау қызметінің тамаша маманы. Ал мына қойма басымызға бәле болды. Оны қалайда жару керек. Мұнда кездесу мен құпия сөз бар. Енді жарылғыш бар орнының координаты. 41 жылы шегінгенде мезгілер қалдырған. Ал мынау біздің орталықтан, капитан. Бұл мүмкіндік. Ең қиын жағдайда радиосымызге байланысқа шығасыз. Олар ұятқа қалдырмас деп үміттенем. Шынымды айтсам, амалым жоқтықтан беріп тұрмын. Егер де радиосыңнан айырылсаң, сені де, мені де оңдыртпайды. Қасым, берген. Өй құлыным сол мынау саған. Ата, мен енді жауынгермін ғой, ә? Ендеше, нағыз жауынгер қандай болу тиіс екенін айтып берші. Жауынгер қорқуды білмейді. Найзағайдай тіліп өтеді ғой, ә? Ол борандай сыпырат, түлкідей қуу, қар барысындай батыл, және жауын еш аямайды. Ата, күнді көздейін бе? Ал, байқап көр. Не болды әке? Өрт деймін. Жүгір, дабыл қақсы өйтка. Тыңда, Есалаң, старысты қайда? Әкең қайда деймін, ей! Емені қайдайсың? Мұндамын мен, мұндамын. Ұшақ атып түсірген секілді. Құрып кетсінші сол ұшағың. Анда мұжықтарды ағашталарын біз барлық ауылдан мына құдай атқыр құрылысты салуға жинап еді. Өй, бұл үшін немістер менің басымды жылады. Естимісің, старыста? Не істеу керек екен, ай? Ал өзің не істеу керегін білмейсің бе? Сөндір ет. Қане бар сонда, мен қазір келем. Бар. Бара. Леха, сен онда көрмейтін болайын. Шіркеуге бар. Сиырыңа шөп шап. Немістер келсе шаба алмайсың. Бол енді, бар. Ой, қане, тезірек! Мұжықтар! Тезірек! Су әкел, су! Бол! Тезірек деймін! Өртенді! Өшір! Су құйын, су! Қане, тезірек, мұжықтар, тезірек! Кеше тексеруден кейін бізге соқпағаныңызға Инга ренжіді. Бәлкім бүгін келерсіз. Рахмет. Қуана сөйтер едім. Бірақ бүгін әлі екі нысаным бар. Өкінішті. Маған да. Жақсы. Айтпақшы Инга жөнінде. Сіз ойша қазір Берлинде император басқармасында жүрген шығарсыз. Иә, несі бар?
Сіз қиындыққа тап боласыз. Сізді түсінбедім, генерал мырза. Сіздің ингаңыз Volksdeutsch Фридрих. Арий емес. Біздің фюрердің бұған қалай қарайтынын білесіз ғой. Рейхқа кіммен жатқаным сонша маңызды ма? Жоқ. Бірақ мемлекеттің де өзіндік аздаған әлсіздігі болуы тиіс қой. Мен тездетуге ықпал етіп көрем. Қағаздарға қол қойылған, қалғаны жай нәрселер. Берлинге жылдам ауысуыңызға ықпал етем. Мен сізге қарыздармын, генерал мырза. Түк емес, достым. Мұннан бірінші жанармай легі майданға жіберіле салысымен, қош бол Ресей ана деуіңізге болады. Бұл Украина. Бәрібір емес пе? Ей! Жігіт! Ей! Сенде арқан бар ма? Еселаңба немене? Арқан? Түсінесің бе? Үйіңде арқан бар ма? Алып кел. Тек ешкімге айтпа. Жақсы ма? Ал мен саған пышақ сыйлаймын. Әскери пышақ. Нағыз. Генерал мырза, таныстыруыма рұқсат етіңіз. Менің орынбасарым оберштурмбанфюрер Зайдлиц. Керемет қарсы барлаушы. Харьков консулдығында істеген. Орысша сөйлейді. Менің орныма ең жақсы кандидат. Сіз бізден кетесіз бе? Сіз бәрін өз уақытында білесіз, оберштурмбанфюрер. Меніңше, біз сізбен 39-шы жылы Мюллерде кездескен секілдіміз. Мүмкін. Мен онымен жұмыс істедім, генерал мырза. Кешірім өтінем. Кулики ауданына орыс десанты тасталды. Сізді тастап кетуіме тура келеді. Бірдеңе болды ма? Бұл соғыс. Мұнда үнемі бірдеңе болады. Әлбетте. Астықты шығар! Астықты! Болсаңдар сенді! Әйтпесе кесілетін материал өртенеді! Бол енді, жаның бар ма жоқ па? Кес! Қайда барасың, өлесің ғой! Қайда барасың, тоқта! Айтыр! Тұрғылай! Мен бөріне сүйрейтін жіпке кеттім! Әзірше менсіз бұйрық берелер! Қазір келем! Қане! Жаралыларды алып шығыңдар! Бұл тасымал көлігі. Орыстар десант тастаған секілді. Ал оны осында атып түсірген, Куликидің жанында. Сіз онда жауынгерлер жібердіңіз бе? Иә. Мәлімет ала салысымен бұйрық бердім. Айтпақшы, бұл ауылда менің өз жансыздарым бар. Олар кімдер? Жергіліктілер. Староста мен бір полицай. Ол бұрын сотталған, бірақ сенуге болады. Ксения, әжердегі арқан қайда? Сарайда люле тұр. Көрмедің бе? Қайдағы люле жоқ қой. Бер қара, мен Леханы шіркеудің арғы жағына шөп аруға жібердім. Жүгір, айт, мұнда келуші болмасын. Ауылға немістер толып кетті. Бар. Енді қайттық. Маған лақтыр.
тағы да. Жарайсың. Офицер мырза, Кулики ауылы күзеті бекетінің бастығы Иван Червонобов. Зардап шеккендер бар ма? Зардап шеккендер бар. 5 минуттан соң тұрғындар алаңда болуға тиіс. Сен афе. Тебіләтші. Я ғой. Берекел. Не ауылда немістер бар ма? Батыр, сен мүлде ақымақ емес екенсің. Тыңда, парашютті бір жерге тығу керек. Қанянда шіркеу бар, жер төле. Жүр тез, көрсет. Жүр. Ақымақ болғанды доғар. Қане. Жиналам. Қане. Абырышпаңыз. Сарай өз өртенді. Бұған ұшақ бұлады. Бәрін түсіндір ме? Ол бұлар кінәлі емес дейді. Олардың ауылына ұшақ құлаған. Ұшақтың өзі бізге құлады. Өзі арызданатын ештеңеміз жоқ. Ауылдарың қалай аталады? Кулики. Кулики. Сенің есімің кім? Леха. Немістер тапсатып тастайды. Бізді әлі табу керек, батыр. Уәде етілген сыйлығыңды ұста. Мен саған. Леха, өбелестің ұлы шалғыны неге тастадың? Леха! Бұл менің апам. Мен туралы тіс жарма. Леха! Жекең шықырған екен. Бірден алқымға пышақ тақайсың. Леха! Тыңдашы, бұлай болсын. Қайда кетіп қалған өзі? Немістер кеткенде сені орманға жеткізем. Бар. Келген соң пышақты қайталасың. Леха! Апа, мен мұндамын. Тырысқақ болғыр. Сені әбден іздедім ғой, Леха. Қайда құрып кеттің? Жай, жер төлеуге кіргем. Аксинья! Ой, тағы не болып қалды? Сендер кім? Бұл менің әйелім. Аксинья. Ал мына ұлым Леха. Аздап есі дұрыс емес, офицер мырза. Есалаң. Мұнда не қып жүрсендер? Мұндағы шіркеу жанындағы шөп жақсы. Шабуға келдік. Бұларды өзім ертіп әкелдім. Офицер мырза. Кет. Ендеше кеттік үйге. Жүр. Жүрсең, неғып тұрсың. Жүр. Неменеге қарайсың? Жүр. Бұл. Вебер, жертөлені тексер.
Вебер, онда не бар? Ештеңе. Мұнда тек егеу құйрықтар бар. Тұрғындар, тыңдайт. Сендер де басқа адам бар ма? Бізге айтат. Бұл бұйрық неміс командование. Кімде-кім жасырат, кім айтпай, сол өлтірілер. Штандартенфюрер мырза, өтінем. Ал баугеспелер. Офицер мырзаның айтқан бәрін естідіңдер ме? Әлде біреуге жақсылап түсіндіру керек пе? Ол қолынан келеді, Катюха. Бұл мен Леха. Жалғызсың ба? Жалғыз. Мен саған нан алып келдім. Сені орманға жеткізем. Сенің киім ауыстыруың керек. Рахмет. Ал сен отряд жинайсың ба? Әлде қалай? Көрерміз. Көрет несі бар. Біздің ауылдың түбінде көп еркек тығылып жүр. Тіпті бұрынғы қызыл әскерлер де бар. Олардың бірі тұтқан біреу жай адам. Сен қайдан білесің? Менің әкем староста. Ол бәрін біледі. Түсінікті. Саған не түсінікті? Әкем жақсы адам, тек ол кеңес билігін ұнатпайды. Немістерді де жақсы көрмейді. Ары қарай өзім барам. Сен бейсің бе? Қажет болсаң сені тауып алам. Ұста. Қидың ау, Рахмет. Сен онда партизандарға бірдеңе болса, мені өздеріңмен, солармен бірге деп айт. Айтамын, бар. Әлге сұрсоқ үйде ме? Жоқ әлі. Қайда қаңғырып жүр? Білдірмей нанның шетінен кесіп алды да. Бір жаққа тайып тұрды. Ол онда кіммен болды? Мен көрген жоқпын. Қайда? Шіркеудің жертөлесінде қайда болушы еді? Мен қайдан білейін? Абайла, Аксения. Немістер келсе аямайды. Бәріміз атып тастайды. Мені де, сені де ана есер соқты да. Тексеріп жатпайды. Бар, аш. Бұл кім? Бұл мен, Аксинья тәте. Катерина? Иә. Қайырлы кеш. Не керек? Апа мүлдем жаман Тарасаға. Сүт бермейсіз бе? Бар, құйып бер. Рахмет Тарасаға. Жүр. Рахмет, Аксинья тәте. Ас болсын. Ал... Лешаңыз қайда? Шаруан қанша? Қыдырып жүрген шығар. Мен жай сұрадым. Бар енді. Апаңа сүт апарып бер. Бір жеңілдеп қалар.
Леха, сенсің бе? Ал неге үйге бармайсың енді? Леханың ұйқысы келмейді. Сені апаң күтіп отыр. Мен сені шығарып салайын. Шығарып сал. Апам мүлдем жаман. Жақында өлемін дейді. Маған күйеуге шық дейді. Немерелерімді көргім келеді дейді. Ал мен кімге шығам? Шығатын ешкім жоқ па? Мәселе сонда. Маған біздің полиция Иван құда түсті. Ой, Леха, құрыған секілді. Құрыған жоқсың, Катерина. Ешқашан оның әйелі болмайсың. Леха, сен... Мен ештеңе түсінбеймін. Тек сен ешкімге айтпа. Ал сен неге алдайсың? Енді не істеуім керек? Полицияға бармаймын ғой. Техникумнан оралып келе жатқанымда біздің пойызымыз бомбаланды. Миым шайқалды, қатты кекештенетін болдым. Ал есімді жиғанымда осының бәрін ата-анам ойдан шығарды. Ес алаңнан не сұрайсың дейді. Ал Иван туралы ойламады. Мен ол туралы ойламаймын да. Сен меніксің, Катерина. Сені ешкімге бермеймін. Сіз әлі ештеңені анықтамадыңыз ба, Зайбек? Сөзімді бөлмеңіз. Тыңдаңыз. Біз тез арада бұл орыстарды тауып, жоюға тиіспіз. Далбасаламай әрекет етіңіз. Сенде қиындық бар ма, қымбаттым? Менің қиындығым өзімді мына елге жібергенде басталған. Мұндағы таң шапағы әдемі. Иә, таң шапағы әдемі. Ал қалғанының бәрі далбаса. Мұнда тіпті дұрыс жау да жоқ. Фридрих, орыс диверсанттарын ұстағаныңда, олардың өлтірілгенін көргім келеді. Мұның әзіл болар деймін. Жоқ, қымбаттым. Рей жауларының қалай өлгенін көргім келеді. Кейде сенің сөзіңнен шошитыным бар. Бір адам жетіспейді. Радист Миша түскен кезде өлді. Рация сонда. Қиын. Рациясыз өте қиын болады. Жарайды, бірден ойлап табармыз. Сонымен біз мына шаршыға шығуға тиіспіз. Мұнда немістердің жанармай қоймасы бар. Күзеті мықты. Жақындайтын және жарып өтетін орындарды белгілеу керек. Дайын болғанда міне мына жерден жарылғыш аламыз. Бәрі түсінікті ме? Қасым, біз оны қалай жеткіземіз? Жүк қой. Иә, командир. Көтеріп, Леня, көтеріп. Бәріне бір апта уақытымыз бар. Ары кетсе 10 күн. Енді сен тыңда, Гера. Құлағым сізде, командир. Щучинге барасың. Онда сыраханада 11-ден 12-ге дейін бір адам күтуге тиіс. Оның алдында газетке оралып байланған пакет жатады. Ол біздің байланысшы. Оның керегіне? Қоймаға
Көрінбей тек орман арқылы жақындауға болады. Айнала түгел батпақ. Сондықтан жолбасшы болмаса бізге жүруге болмайды. Ал енді бәрің ұйықтаңдар. Жарты 1 сағат мүмкін болғанынша. Хоп, командир. Хоп, командир. Келе жатыр. Келді, әйтеуір келді. Сен не істеп жүрсің иттің баласы? Не үшін? Сондай ғой. Бүгін шіркеу жертөлесіне кім тығылды, а? Диверсант па? Жауап бер оңбаған. Ешкім болған жоқ. Ешкім? Ал нанды кімге бардың, а? Алдама, әкеңді алдама. Аллам! Жақындама. Жармес болғаннан ығырым шықты. Немістің Иван малайының қорлығына енді шыдай алмаймын. Өйтпеймін, қорлатпаймын. Шыдайсың. Шыдамаймын, әке, арым шыдатпайды. Ар! Сенің шеменде ар жоқ деймісің? Менің арым сендерсің. Мен соған қызмет етем. Сен немістерге қызмет етесің, әке. Немістерге қандай есалаң болсаң, сол күйі қаласың. Алдаудың қажеті жоқ. Өз отбасыма, саған, анаңа арыммен қызмет етем. Кез келген билікте. Мына жер бос па? Иә, бос. Асық па? Не болды? Адал адам адал еңбегінің адал ақшасын алады. Келдің, абай девер. Мен өзімді бір жолата ұмытты деп едім. Адал адамға Құдай көмектеседі. Ал, менің не істеуім керек? Ештеңе де. Сенің 2 күнге жоғалуың керек. 2 күнге ме? Болады. Тыныш болу үшін комендатураға іс-сапарға бару керек. Мен іздеп қалмас үшін. Немістер тәртіпті ұнатады. Көлікеге бара жолда кәременде сағат 5-те кездесеміз. Жарай ма? Жарайды. Міне, орыс десанты шамамен осы аймаққа тасталған. Біздегі бар мәліметке қарағанда 10 шақты адам. Оларға не керек? Мақсаттар қандай? Көпір ме, темір жол ма? Дұрысы әуежай немесе жанармай қоймасы. Несі бар? Бұл қисынды. Білуімше, орыстар бұл қойманы бомбалауға әрекеттенген. Иә, бірақ біздің әуе қорғанысы мен жойғыштар бұл шабуылды жақсы тойтарды. Орыс бүлдірушілерін жою үшін қандай әрекет жасалды? Біз орманды тінтуге полицайларды жібердік. Олар бұл жерді жақсы біледі. Бірдеңе тапса, сол сәтте СС отрядын жібереміз. Жақсы. Таңғаңыды шешеміз. Сенбейсіз бе? Сөйту керек. Гера, сен жүре бер. Қалай жеттіңіздер? Жақсы? Жақсы жет. Жасырын жұмысқа не болды? Түгел жойылды деуге болады. Күзде қарсы барлау қызметінің жаңа бастық етіп, штандартен фюрер Хаукты тағайындады. Танкімен жүріп өткендей болды.
Сонда сен қалай аман қалдың? Ал мен туралы кім біледі? Қосал қарна ретінде Шучинді қалдырды. Бірақ мен бұл баспа салысымен нан дайындауға комендатураға орналастым. Қандайда бір ақпараттар болып тұрады. Сен батпақты жақсы білесің бе? Иә, білем. Бер кел. Бізді апарасың ба? Міне, мына жерге. Неменеке? Онда тек орман ғой. Онда ешқандай нысан жоқ. Аз білсең, ұзақ жасайсың. Түсіндім. Сәлем, Зоя тәте. Иван, бірдеңе болды ма? Жат, Зоя тәте. Мен қызмет бабымен жүрген жоқпын. Ал Катеринаң үйде ме? Катерина? Ол саған неменеге керек? Мен сіздің Катеринаңызға құда түссем деген ойым бар. Катерина, қызым. Не, апа? Ал саған мұнда не керек? Жа. Қымбатты қонақты бұлай қарсы алмайды ғой. Жа, Катерина. Қымбатты қонақ мына сенбісің? Ал мен? Несі бар? Неге шақырдың, апа? Міне, Катерина. Иван сені әйелдікке сұрап келді. Ал менен сұрауды. Ұмытпадың ба? Міне мен осы үшін келдім. Қоқиланудың қажетіне. Мұнда менен басқа еркек кіндік атымен жоқ. Қамқорлығыңа рахмет, Ваня. Бірақ мен енді күйеу жігіт мәселесін өзім ақ шешермін. Сонымен жиіркенесің. Ал жарайды. Өзің біл. Тек абайла, кейін өкініп жүрмесең бопты. Сұлуым менің. Неге Иван бізбен бірге жүрмейді? Ол қайда барсын? Ол жаға кенелмек. Катькаға құда түсуге кетті. Иә, Катька көрікті қыз. Иә. Ол анау-мынауды жақтыра бермейді. Мен де бас тартпас едім. Қанеки тоқта. Қайда жиналдың, Олеся? Күйгендерді қалаға апара жатырмын, госпитальге. Ең нашарларын. Қалғандар көп пе? Әлі таситын жетіп артылады. Арба біреу ғой. Ал бара бер. Шу, жануар. Қайда жиналдың, ұлым-ау? Мен кетем. Құрыйсың ғой, балам. Барма. Құрымаймын, апа. Сен өзіңді күт. Қане.
Sen қайда жиналдың? Керек жаққа. Орманға ма? Аналарға? Шаруаң болмасын. Қане тезиге кір. Жолдан кет, әке. Күнәға батырма. Жібермеймін. Жібересің. Мұның иттің баласы. Лақа! Тоқта! Қарғаймын! Қайт деймін! Қап сені бі ұппаған. Ай оңбағандар. Ештеңе емес, ештеңе етпейді. Әлі менен көрерсіңдер. Сайтан, полицай. Жігір, қасым қайт. Аха. Ана жақтан сияқты. Бес минуттан кейін осында болады. Бұлай. Қасым. Полицайдың бәрі жергіліктілерден. Оларды жойсаңдар, ауылға кірем деп ойламаңдар. Сен естіген жоқпын. Бәрің орындарыңа барыңдар. Жинақталыңдар. Тыңда, Қасым. Бәлкім оларға басқаша бірдеңе істерміз, а? Басқаша болмайды. Соңыма ілес. Ілес. От әлі түтіндеуде. Алыс кете қойған жоқ. Жер астына түсіп кеткендей. Болды ма? Иә, солай секілді. Енді болды. Немістер айтқандай, Гросте 60 арас. Бұл орыс диверсанты. Жанымызда ғана болыпты. Шіркеуге тығылған. Ал біз оны сезбей қалдық. Ал қазір қайда екен? Қайда екенін айтарақ едім. Бірақ құлағыңда ей. Тек бір парашют қана қалған. Оған қандай сұрқияның көмектескенін білсең жақсы болар еді. Жақсақ болар еді. Иә, солай. Ештеңе етпейді, ештеңе. Білеміз де, баяндаймыз, солай ма? Кеше Зайдлис жігіттерімізді орманға барлауға жібер.
Әлі келген жоқ. Ал олардан кейін, ертең таңертең, немістер барады. Тазалау жүргізеді. Сондықтан бірде-бір мәскеулік ит құтылмайды. Айтпақшы, ал Лехан қайда? Сенің сақалыңда. Хайл. Шешесі. Ау! Шешесі. Неме? Орманда аулау болады дейді. Есуасымызды құтқару керек. Оны орманда қайдан табасың енді? Мұнда батпақтан басқа тығылатын жер жоқ. Ақымақ болмаса черный гатке қосын тіккен болар. Таңертең іздеуге жоқ. Мынау несі тағы? Оны жібер, Гриша. Мұнда не қып жүрсің? Мен енді... Сендерге отрядқа түні бойы жүрдім. Бізді қалай таптың? Мен сенің картыңды көрдім ғой. Ал онда нүкте болған. Есіңде сақтадың ба? Мен топографпын. Техникумда 2 жыл оқыған. Қасым. Немістерді ертіп келсеші. Ешкімді де әкелген жоқпын. Жалғыз келдім, Қасым. Қалай келсең, солай кетесің. Бар. Бар. Артыңа қарама. Кетіңдер шары. Сендер сақ бірдің етен. Сені түсінбеймін, Қасым. Әлдегіңде бол осыншама тәуекелге барып. Бірі Берданкадан атты. Қасқа! Қорғаныс құрыңдар! Оң жаққа қара! Сол жақтан қорғандар! Қане! Бірінші бөлімнің соңы. Келесі бөлімде. Қасым мен жолбасшылардың денелері табылмаған. Адал адам адал еңбегіне адал ақша алады. Не керек? Отрядты кім сатқаны енді түсінікті. Сен алаңда болған жоқсың, Коля. Сезіп қойдың. Қасым. Фильмді қазақ тіліне аударған Арқабай Дәдебайұлы, редакторы Әсел Көкенова. Мәтінін оқығандар: Тілектес Мейрамов, Бекболат Құрманғожаев, Айнұр Бенмұхамбетова, Бейбарыс Өтеуілов, Бекен Сәбенұлы, Меруерт Ермекбаева,
Нұркен Өтеуілов, Толқын Ғаббасова, Дәурен Серғазин, Гүлнар Рысбаев, Сағи Үсібалиев, Әділ Ахметов, Азамат Эскулов, Сайлау Камиев, Ислам Зейнуллаев. Дыбыс режиссерлары Арман Иртұрғанов, Еркін Рахимов, Асылхан Манапов. Дубляждың режиссері Рита Әбішева. Техникалық редакторлары Роза Қуандықова, Әсел Иртұрғанова. Продюсері Самал Жайнақова. Шығармашылық топ жетекшісі Гүлнар Рахымова. Қазақстан ұлттық телеарнасы 2013 жыл.